Ал жігіттер, айт дедіңдер. Не дейін? Жалған мақтар емеспін ғой өгейің. Дос жылатып, айтатына рас болса, мен сендерді қайрау үшін сөгейін. Шеттеріңнен арқалысың, дауылсың, бұл сөзді айту өзіме де ауырсын. Айтпасыма жібермей тұр намысым, себеп маған барлығың да бауырсың. Мен батырмын деп кеудеңді қағасың, өздеріңнің өлшеп білмей шамасын. Сондықтан да беру қиын емес қой бойыңдағы батырлықтың бағасын. Бабам батыр болып еді деп шіренбе, жетімде де жет ата бар бұл елде. Өткендердің ерлігіне тығылмай, өзің қандай ерлік қылдың түгенде. Батыр болған атаң Берлин алғанда, ағаларың барған кезде ауғанға, ал сен бауырым, туысыңды тепкілеп, жақыныңды жек көресің жауданда. Сонан кейін батырмын деп шығасың, атаман боп алақандай ауданға. Дұшпан емес, орыс, шешен күртіңде, жалғы жауым өз ұлтың, өз жұртың де. Туған жерді қорғау емес батырлық, туысқанды қорлау болды бұл күнде.